Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге болған бұл мен Елнар Қазақ. Көріп тұрғандарыңыздай бұл бізде шаңырақ РП. Алаш РП не болды десеңіздер, Алаш РП жабылды. Қазір көрсететін боламын мына экранға. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай жазған болатын телеграм каналға. Енді осы шаңырақ РП жақсы болады деген ойдамын. Осы шаңырақ РП-ны ашатын боламын. Ашатын болады. Енді осыны күтуіміз қалды. Енді 19 ашылатын, бұл 19 наурыз ашылады. Так, осындай. Бұл РП-да мен админмін. Так, бізде тағы бір РП бар. Бұл уже шығып қойған. Бұда да мен админмін және лидермін правительствоның. Бұл тек халява үшін. Бұл да кейін жақсы болады деген ойдамын. Осыны қазір видеоға қосатын боламын, ойнап. Осындай. Және достар, сол Манс деген Алаш РП-ның владельцы, сол бір украинецке сатқан. Сол украинец қазір жаңадан Алаш РП ашты. Енді сода да ойнап көретін боламыз. Қалай екен көреміз. Қазір көрсететін боламын. Не көріп тұрғандарыңыздай WhatsApp пен Telegram канал. Проектіні сатпаған Манс. Тек каналды ғана сатқан Telegram. Осылай парольдарды көрсетпеу үшін әдейі жауып қойдым. Мынау бізде Алаш Орда РП-сы. Көріп тұрғандарыңыздай өте акция көп, адамдар көп тарту үшін осы проектіге. Кейін бәрі де жақсы болатын деген ойдамын. Мен бұл проектіде осындай админмін. Осы проектіге кіріңіздер. WhatsApp пен абзуым болады, Discord-пен емес, голосовоймен емес, тек WhatsApp-пен абзуым болады. Және админканы сатып алатын боласыздар. Бағаларын өзі WhatsApp группада айтатын болады. Осы проектіге шақырамын, уақытша ойнағанға, или білмеймін, памяттарың жетсе ойна, біраз уақыт, көп уақыт ойнағанға, навсегда, или білмеймін. Так, ТП істейік қазір. Так, ТП-ны көріп тұрғандарыңыздай. ТП істеуге болады. Мен админ сатып алдым. Так, GPS дейміз. Ақша неден көп десеңіздер, мынандай баг ба, білмеймін, акция ма, сондай. Так, мысалы правительствоға істейік. Қазір ТП істейміз правительствоға. Көріп тұрғандарыңыздай. Все, 50 лям сюда. Көріп тұрғандарыңыздай, мен 50 лям алдым. Неге? Өйткені бұғана айтқанымдай баг или акция болуы мүмкін. Игроктар көп болу үшін. Бұл бізде Қазақстан деген сервер. Қайттан көрсетейін. Сіздер көрмей қалсаңыздар. Қатып отырып. Қазір GPS дейміз. Мен көріп тұрғандарыңыздай. GPS и сосын основное правительство. Тек правительство емес, бүкіл GPS-қа істейді. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланып ақша жинап и сервер ақшаларыңызды жоқ қылуы мүмкін, бірақ үй, бизнес дегендерді жоқ қылмайды. Осы заттарды албаңыздар, машиналарыңызды. Мысалы банкқа бара салайық, арзанбастағы. Қазір кіреміз. Бізде банк осындай, Прогрессиядағыдай. Мына жақта банкомат, N-мен кіресіздер. Нормально, басқа проектеден нормально. Управление мой счет. Осыған ақшаны сала салайық, что өте лагать етіп кетеді. Ақшаны салып қоймаса, 1 миллиард ақша бар менде. 500 миллион сала салайық. 500 мың салып қойдым. Қазір положить. Так, 500 миллион. Все. Бір нөл қосып жүреміз. Так, санап көрейік қазір. Все нормально. Все болды. 500 лям салып қойдық. Осындай көріп тұрғандарыңыздай. банк. В общем, достар,
тағы да айта кетейін, уже ана украинец осы алашорпаны уже шығарды телеграм-каналды. Бәріңіз кіріңіздер телеграм-каналға, сосын соны жүктеп алыңыздар. Мынаны да жүктеңіздер, кеңес беремін. Алашорпы көреміз енді, жақсы болып жатса сонда ойнаймыз. Память бар болса екеуінде ойнаңыздар. Және шаңырақ РП-ны ұмытпаңыздар. Мен ол жақта да админмін. Ол 19 наурыз ашылатын болады. Барлықтарыңызды күтемін. Қазір біз автосалонға барып көрейік. Сіздерге көрсетейін. Так, автосалон, средний классқа барайық. Так, Войти. Вот бізде Subaru бар, Audi A4, Subaru, BMW-лар, мынандай BMW, Acura, Volvo, вот Ford Raptor. Так, Volvo-ны ала салайық. Вот, Volvo-ны алдық. Мынау админдардың машинасы, админдар бесплатный машина шығара алады. Маған доступ жоқ екен. Өйткені мен админ ранкым кішкентай, оны повышениемен істейді. Вот, но біздің Volvo-мыз қаяқтан шықты екен? Volvo что-то жоқ. Так, выгрузить дейік, кар дейік та, Volvo-ны басайық. Жоқ, Mercedes бар менде айтпақшы. Так, загружен дейді. Все. Так, барып көрейік, ана яқта болуы мүмкін. Мен Volvo. В общем, күшті деген ойдамын. Осы Алаш Орда РП-ға шақыратын боламын барлықтарыңызды. Мынандай команда бар, бізде Темплиадер деген. Вот, осындай лидер болуға болады. Мен сол Батыровский ОПГ-ның лидері болдым. Так, вот, мынау бізде Арзамасский ОПГ-ның лидері. Скин дейміз, админға. Админ болсаңыздар нормально. Өте керемет. Барлықтарыңызды осы РП-ға шақыратын боламын. Және де шаңырақ РП-ға шақыратын боламын. Алаш РП-ға. Негізі Алаш РП-ға, шаңырақ РП-ға шақыратын боламын сіздерді. Екінші осы Алаш Орда, үшінші Алаш РП. Осымен видео аяқталды, сау болыңыздар.